Қайырлы күн. Сіздерге бір сайт көрсетейін деп жатыр едім. Енді бұл сайтты көп кісілер білуі мүмкін, енді білмейтін кісілер де бар шығар деген оймен осындай тумалас шежіресі. Енді бұл жүйе бойынша бұл жерде 100% шежіренің барлығы бар деп айта алмаймын. Бірақ өзіңізге керекті мәліметтерді осы жерден алсаңыз болады. Мына жерде басатын болсаңыз, мына стрелканы басатын болсаңыз, осы сайтты ноутбукке или телефонға жүктеп алсаңыз болады. Мына үшінші тұрғанды бассаңыз, шежіреге қосуға сұраныс жасау деген батырма ашылады. Сонымен жұмыс жасасаңыз болады. Енді бұл жүйе бойынша, бұл сайт бойынша мен жұмыс жасамаймын. Жай ғана, мысалы, менде көп кітаптар жоқ енді шежіре бойынша. Бірақ жаңағыдай осы жүйені естіп біліп сіздерге де ұсынып жатқаным. Мына жерге қарасаңыздар, мына 4-ші бойынша сұрақтарды осы кісілердің нөмірін алып, осы жерге де қойсаңыздар болады. Міне 4-ші андайға өтетін болсаңыздар. Мына жерде WhatsApp-қа жазсаңыздар деп, Ұлы жүз Албан бойынша мына кісі нөмірін қалдырыпты. Сол бойынша жазып қарасаңыздар болады. Мына жерде жалпы осы сайт туралы енгізуге жіберілген сұраныстар саны, мысалы, шежіредегі жазбалардың саны, сайтқа тіркелген адамдардың саны, осы сайт туралы түгел осы жерде шығып тұрады. Яғни басын сайтқа кіресіз, осыларды басатын болсаңыздар, сізге керекті ақпараттарды шығарып береді. Енді бұл сайт бойынша, мысалы, орта жүз деп басып, қоңырат деп алайық, нағанай. Яғни осылай үстінен басып, өзіңіздің шежіреңізді осының ішінен қарап іздеп көрсеңіз болады. Мына жерде, мысалы, нағанай Орынбидің Жығалы мырза бойынша оның Қар деген баласынан таратып көрейік. Қар, одан кейін 7, Дауқара Абыз, Шахаман, одан Темірбек, Оразбай, Нұртай, Бабаш, Сынбек деген 5 бала тараған. Темірбектен Барат, одан Тасыбай, Асубай, Әлімбай. Дәл осылай таратып кете бересіздер. Енді Оразбайдан Қосымбай, Осымбайдан Қалдыбай, Базарбай, Сәрсенбай, яғни Ерназар. Негізі бұны қолдану қиын емес, өте оңай. Біраз кісілерге түсіндірген едім, осы сайттан да қарап көрсеңіз болады өзіңіздің шежіреңізді. Енді менде жоқ кітаптар, менде қоңырат бойынша мәліметтер жоқ. Қоңырат шежіресі бойынша осы жерден қарап көрсеңіз болады. Мысалы, Тыныбек Бабаштан, мысалы, Қосымбай Қалдыбайдан тараған. Осы жерге дейін екен негізінде мәліметтер. Ағыманнан Әбдісәлім, Әбдісәмет, Құдайберген, Тәңірберген, Дүйсенбай. Нұманбайдан Пердебай екен. Бұл да негізінде осы жерге дейін. Одан кейін Шанай, Нұртайдан Шанайға дейін келіп тоқтапты. Ержігіт Ахмет Тыныбектен. Міне. Осы стрелканы басып, жаңа көрсеткен стрелканы басып, жаңағыдай ноутбукқа скачать етіп, компьютерға скачать етіп алсаңыз да болады. Мына жерде Құлшы, Жығалы мырзаның Құлшы деген баласынан, мысалы, осы таратып алсаңыз болады. Осылай пайдалана бересіздер.